Halo, apa kabar? Saya dari Kazakhstan. Saya suka budaya dan keindahan Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Сәлем, құрметті көрермен. Каналыма қош келдің. Өзің жоғарыда естігендей, видеоның басын Индонезия тілінде амандасудан бастадым. Өткен видеомды көрген болсаң, біз Өзбекстан келіншегінің образын салған едік. Ал бүгін Индонезияның бір сұлу келіншектерінің бейнесін салатын боламыз. Егер де сен арнаның жаңа көрермені болсаң, жазылып қой. Келесі видеоларда бұдан да қызықты болады. Менің каналымда менің сурет салғанымды тамашалай отыра, сол халық жайлы кішігірім мәліметке ие боласың. Индонезия халқы саны өте көп. 270 миллионнан астам адам тұрады екен. Бұл оны әлемдегі халық саны бойынша 4-ші орынға шығарған. Индонезияның ресми тілі индонез тілі, яғни Бахаса Индонезия. Бұл тіл елдің жүздеген ұлттары мен диалекттерін біріктіріп, халықты біртұтас етеді. Индонезия елін бүкіл әлемге танытқан тағы да бір факт. Бұл Рафлезия гүлі екен. Рафлезия өте әдемі есімі. Бұл гүл әлемдегі ең үлкен гүл екен. Диаметрі 1 метрге дейін, ал салмағы 10-11 килограмм болатын бұл гүл иісі өте жағымсыз деп айтады оны өз көзімен көрген адамдар. Гүлдің өзі небәрі 5-7 күн ғана гүлдеп, кейін солып қалады екен. Алайда бұл гүлді арнайы көруге келетін туристердің саны өте көп. Рафлезия гүлі жайында ел арасында танымал болған аңыз да бар екен. Бірнеше түрі бар, бірақ оның қазір бір түрін сізге айтып берейін. Ертеде Суматра аралында әдемі, бірақ тәкаппар қыз өмір сүріпті. Оның сұлулығына ешкім тең келмепті. Бірақ мінезі қатал болған екен. Бір күні ол орман ішіндегі кедей аңшыны мазақ етіп, жүрегін жаралайды. Сол кезде орман рухтары ренжіп, қызды қарғап жіберіпті. Сұлулық пен иісің бірге болмайды. Әдемі болсаң да, мәңгі шіріген иіспен өмір сүресің деп, қыз жерге тізелеп кешірім сұрағанымен бәрі кешеді. Сол сәтте оның денесі топыраққа сіңіп, орманнан алып, әдемі Рафлезия гүлі өсіп шықты. Содан бері Рафлезия сұлулығы көз тартар, бірақ иісі шіріген гүл, яғни тәкаппарлық пен тәубенің белгісі болып қалған дейді халық. Халық арасында тараған тағы да танымал бір аңыз бар. Бұл аңыз енді кәдімгідей адамдарды жақсылыққа, тәрбиелікке шақыратын аңыз. Баяғыда Суматра аралында Малин Кунтаң атты кедей балықшының ұлы өмір сүрген. Бір күні ол теңізге кетіп, байып оралады. Алайда бай болған соң ол туған жеріне қайтып келгенде өзінің анасын мойындамайды. Ұялып, менің анам емес деп жоққа шығарады. Анасы қатты ренжіп, аспанға қарап қарғыс айтады. Егер бұл менің ұлым болса, тасқа айналсын деп. Сол сәтте найзағай ойнап, дауыл тұрып, Малин Кунтаң кемесімен бірге тасқа айналады. Бұл аңыз анасын сыйлау және менмендікке жол бермеу туралы ғибратты оқиға. Суматрадағы Падан қаласының теңіз жағасында тастан Малин Кунтаң бейнесі бар. Жергілікті халық оны әлі күнге дейін көрсетеді.
Құрметті көрермен, әңгімемізді қорытындылай кетсек, Индонезия халқы табиғат пен мәдениет үйлескен таңғажайып ел. Бұл жердің адамдары қонақжай, мейірімді және өз дәстүрлерімен мақтан тұтады. Егер бір күні тропикалық саяхатқа барғыңыз келсе, Индонезия сізді міндетті түрде таңғалдырады. Салған суретіме қарасам, мен индонезиялық емес, араб қыздың суретін салған сияқтымын. Бір сериалдың кейіпкерлері есіме түсіп отыр суретіме қарап. Сізге қалай? Асыл көрермен, маған алтындай уақытыңды бөлгеніңе рахмет. Индонезия елі жайлы сені кішкене болсын қызығушылығыңды оятқан болса, мен өте қуаныштымын. Келесі видеоларда аман сау жүздескенше сау сәлеметте болайық көрермен. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын. Мені жоғалтып алмас үшін арнама жазылып, лайк басып, комментарияда өз ойыңмен бөлісе кет. Сен қандай қызықтарды білесің? Индонезия жалпы басқа елдер бойынша бір-бірімізге білім беруден, үйретуден шаршамайық.